Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы, тіршілікте құрыштай бол төзімді өлеңі. Оқу мақсаты эпикалық поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау. Тұрарда әскербасы Тарханның отбасында дүниеге келген, 70 тілді білген, қазақ даласының шыққан ұлы ғұлама, әлемнің екінші ұстазы. Әл-Фараби ұлы ойшыл, батыс мәдениетінің дамуына үлес қосқан, астрономия, медицина, музыка саласына үлес қосқан ғұлама ғалым. Әл-Фараби мен Абай шығармалары бір-бірімен үндесіп жатыр. Екі ұлы ойшылға ортақ жан қуаты немесе Абайдың өз сөзімен айтқанда өзін танымақтық жөніндегі көзқарасы айрықша. Бұл жөнде Фараби мен Абайдың ой қорытулары сабақтасып жатырыпты. Тіршілікте құрыштай бол төзімді өлеңі. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәрте алдаса да өзіңді. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма, тіпті кейде болса әзәзіл азғырған. Өріге жүзген өнегелі ісімен, таңда адал дос, өз теңіңнің ішінен. Жүргендер көп достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Оқушылар, оқу тапсырмасы сыни хабарлама жазу. Өлеңдегі көтерілген мәселе не? Әл-Фарабидің достық атын малданып деген сөзді қалай түсінесіңдер? Мәселе қоғамдық өмірде қандай орын алады? Қазіргі кезде осы мәселе қаншалықты өзекті деп ойлайсыңдар? Оқушылар, дескрипторға қарап отырып, үйде сыни хабарлама жазып келесіңдер. Соныменен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.